Сәлем баршаңызға. Бүгін ерекше тағам, қарапайым жолмен жасалатын, өте дәмді, сондай жеңіл тамақтың түрін жасаймыз. Алдымен табамызды қатты газда қыздырып аламыз. Су майымызды, яғни подсолнечный масломызды құйып аламыз. Одан кейін жұмыртқаны осылай екі бөлікке ақ пен сарысын бөлеміз. Менде 4 жұмыртқаны осылай бөліп аламыз. Ағауызын бөлек және сарысын бөлек бөлеміз. Ең қызығы бұл үй жағдайында жасалатын гарнирдің бірі десек болады. Гарниріміз біздің жұмыртқамен араласады, яғни күріш. Бұл жерде гарнирімізді пайдалы тамақ етіп жасаймыз. Бізге күрішімізге осы жұмыртқаны қосамыз. Және қасына подлив, яғни тұздық жасаймыз. Достар, подписаться кнопкасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде каналымыздың дамуына байланысты поделиться кнопкасын басып, WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Осылай қатты қызған майға жуылған күрішімізді саламыз. Менде бұл жерде 2 кесе күрішті жақсылап жуып осылай жуғаннан кейін табамызға саламыз. Қызған майға араластырамыз, яғни күрішіміз майды өзіне сіңіру керек. Сол кезде ол өте дәмді болып шығады, және тұз салуды ұмытпаймыз. Жалпы 2 кесе күрішке 3 кесе су құямыз, яғни 1 кесе күрішке 1,5 кесе су кетеді. Бұл тамақ гарниріміз бізге 4-5 адамға жеткілікті болады, яғни 5 адамның порциясына жетеді деген сөз. Осылай жиі күрішіңізді араластырасыз, себебі күрішіміздің түбі күймеу керек бізге. Күймес үшін 2 минут сайын, 5 минут сайын осылай табадағы күрішті аударып отырасыз, яғни орнынан қозғалтып отырасыз. Одан кейін газымыздың астын кішкене басып, ішіне су құйып бастаймыз. Бұл уақытта тефаліңізға суды қайнатып қойсаңыз болады, немесе қайнап тұрған судан 3 кесе су құясыз, яғни біздің 2 кесе күрішімізге 3 ыстық су құйылу керек. Кішкене шай қасық тұзды салып, суға араластырып, газымыз бір қайнағаннан кейін табаның астын басып қоямыз. Осылай 15-20 минутта қайнап шығады. Күрішіңіздің дәмін қасықпен көрсеңіз болады. Егер пістау деген шамада, осы күріштің үстіне жаңағы 4 біздің жұмыртқаның сарысын үстіне құйып шығасыз. Жұмыртқаның үстіне сарысын құйған кезде сол мезетте күрішті жаңаға араластырасыз, яғни барлығы осындай бір түске өзгеру керек. Сары түске, яғни. Қасықпен осылай жағып, шетен араластырып шығасыз. Барлығын біркелкі етіп, барлығына шететінде етіп, 4 жұмыртқаны 2 кеселік күрішке осылай жағып шығасыз. Одан кейін жаңаға бір келкі етіп жағып шыққаннан кейін крышкасын жауып табамыздың бір 5 минутқа қоясыз. 5 минутта біздің қалған күрішіміз осылай пісіп кетеді, яғни жұмыртқамен бірге пісіп шығады. Ал гарниріміз дайын, енді кішкене подлив қасына жасаймыз. Подливіміз қарапайым тауық еті, одан кейін көкөністер, үйдегі бар көкөністер жасасаңыз болады. Қарапайым жуа, сәбіз, және үйде болып жатса, болгар бұрышын қоссаңыз болады. Және томат қоссаңыз болады, болмаса, үйде болып жатса, қызанақ салсаңыз болады. Яғни бұл өзінше бір әдемі дәм және түс береді подливке, яғни тұздығымыз сондай дәмді, сочный болып шығу үшін біз қызанақ қосамыз. Алдымен осылай жуамызды барынша жіңішке етіп турап аламыз. Содан кейін бөлек ыдысқа салып,
сол тақтайымызға сәбізімізді барынша жіңішке етіп турап шығамыз. Жіңішкелетіп осылай тураймыз, одан кейін оны тағы да ұзынша бірнеше бөліктерге турап шығамыз. Бұл жерде менде бір үлкен сәбіз, егер сәбізіңіз сіздің кішкентай болса, 2 немесе 3 сәбіз қоссаңыз болады. Егер үлкен болса, менікіндей бір кеседен артықтау үлкен болса, бір сәбіз бізге жеткілікті. Осылай жіңішке етіп турап, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Себебі бұны жуадан кейін ғана қорып бастаймыз. Сондықтан бізде сәбіз екінші ретте қорылады. Осылай бар көкөнісімізді тазартып алып, жуып, аршып, осылай шеттерінен турап шығамыз. Одан кейін міне болгар бұрышын осылай өте қатты жіңішке емес, орташа ірілікте ұзынша етіп турап шықсаңыз болады, қалауыңызға қарай. Және болгар бұрышының ішіндегі дәндерін алып тастауды ұмытпаймыз. Себебі ол бізге ашты дәм береді, сондықтан дәндері бізге қажет емес. Менде 2 түйір болгар бұрышы, біреуі жасыл, біреуі қызыл, маған 4-5 адамға порцияға осы жеткілікті. Бірнеше бөліктерге жасыл түсінде осылай бөліп шығамыз. Бірақ өте қатты жіңішке етіп керек емес, себебі ол тамағымызға әдемілік бермейді, жоғалып кетеді. Яғни жасыл түс кішкене қызыл түс пен оранжевый түстердің арасында ерекше сондай көзге де бір әдемілік беріп тұрады. Қызанағымызды да осындай кішкене ірі бөліктерге тураймыз. Ірі, бірақ өте жіңішке емес, орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін біздің тауық етінің төс етін жақсылап сулаймыз, разморез етіп алып, осылайынан ірі бөліктерге бөлеміз. Ірі және кішкене ұзынша етіп тураймыз. Сүйектерін және керек емес майлар болса, алып тастап, тазалап турап шығамыз. Бұл жерде менде 800 грамм, одан да аз болса да ештеңе қылмайды, себебі бұл көкөністермен бірге қорылады. 500 грамм да жеткілікті болады, 700 грамм да жеткілікті болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Бұл біздің тауық еті 4-5 адамға жеткілікті порция шығады. Осылай тұздығымызды рет-ретімен турап шығамыз. Біздің тауық етінен жасалатын подлив тез-тез дайын болады. Дайын болатын уақыты 20-25 минут. Бұл тағам асыққанда жасалғанға өте керемет тамақ. Себебі тауық еті тез піседі, көкөністер 15-20 минутте пісіп шығады. Осылай қазанда алдымен тауық етін қатты газда осылай қатты қорып шығамыз. Су майды, яғни подсолнечный маслоны көп қосып керек емес, бізге 2 ас қасық жеткілікті. Себебі біздің жуамыздың өзінің суы шығады және бұның барлығы крышканың астында қазанда бұқтырылады. Одан кейін бізде жаңағы қызанақтың да өзінің суы шығады. Осылайынан жақсылап жуаны салып, бір мәрте қуырамыз. Қуырған кезде тауығымыз кішкене қызару керек. Одан кейін сәбізімізді саламыз және барлығын араластырып қорып шығамыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. 1 ас қасық тұз және қара бұрыш. Қара бұрышымыз 1 ас қасық. Осы 2 ғана дәмдеуішті қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Бұл уақытта біздің сәбізіміз қуырылып болғаннан кейін болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышы бізде өте тез дайын болады, сондықтан 10 минуттай осы тауығымызбен бірге қуырамыз. Барлық бұрыштарды жуамызбен сәбізімізді қосып қуырған уақыт 20 минут уақытты алды. Енді қызанағымызды қосып, осылай араластырып, тағы бір мәрте бұқтырамыз. Қызанымыз бір қайнағаннан кейін астын басып, қызанымыздың қақпағын жауып, тағы бір 5 минут бұқтырып шығамыз.
жақсылап қуырылып суы тартылау деген мезетте әмбебап приправасын саламыз. Бұл жерде менде 1 ас қасық приправа. Достар, мендегі келесі шығатын тамақ түрлерін өткізіп алмас үшін поделиться және подписаться кнопкасын ұмытып кетпеулеріңізді сұраймын. Менде жұмыртқада қалған ақуыз болды. Ақуызды біз не істейміз? Мен осы тамаққа гренки жасадым. Яғни қатыңқырап қалған нанды үстіне универсальный приправаны сеуіп, ақуызға аунатып, сковородкада қуырып алдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова еңлік.